Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы білімдіден шыққан сөз деп аталады. Бүгінгі сабақта белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Сіздердің меңгеретіндеріңіз сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерді қолдана білуді меңгересіздер. Оқушылар, сабағымызды білім туралы айтылған көненің бір ғибратты әңгімесімен бастайық. Қазақ халқының білекті бірді жеңеді, білімді мыңды жеңеді деген нақыл сөзі бар. Сонау 7-ші ғасырда өмір сүрген мұсылмандардың алғашқы 4 халифасының бірі Әзірет Әліні ел ішінде ілімнің қақпасы деп атайды екен. Осы атақтың рас өтірігін сынау мақсатында жерлестері оған 10 адамды кезекпен жібермекші болған. Олардың бәрі Әзірет Әліге бір ғана сұрақ: білім артық па, байлық артық па деп сұрайтын болып келіскен. Егер осы сұраққа 10 түрлі жауап берсе ғана халифаны шын мойындамақ болыпты. Сонда Әзірет Әлі әр адам қойған бір сұраққа түрлі дәйектемелермен былай деп жауап берген екен. Бірінші, білім артық, өйткені ол пайғамбарлардан қалған мирас, байлық, бабалардан қалған мұра. Екінші, білім артық, білімдінің жанында адал достар көп болады, ал бай адамның қасында амал достар көп болады. Үшінші, білім артық, ол досыңды көбейтеді, байлық дұшпаныңды арттырады. Төртінші, білім артық, оны қанша жұмсағанмен азаймайды, байлықты жұмсай берсең, бір күні түгесіледі. Бесінші, білім артық, оны ұры қардан сақтаудың керегі жоқ, ал жиған дүниеңді сырт көздерден қорғаштаумен өтесің. Алтыншы, білімің көп болса, ел саған қызығады, байлығың көп болса, ел сені қызғанады. Білімнің артық болатыны сол. Жетінші, білім артық, білімің көп болғанмен есеп қисап жүргізбейсің, байлығыңа ұдайы есеп жүргізіп тұруың керек. Сегізінші, білім қанша көп болса да іріп шіріп кетпейді. Дүние мал болса бүлінеді, сондықтан да білім артық. Тоғызыншы, білім артық, ол кісілігің мен кішілігіңді арттырады. Байлық болса, сараңдық пен қомағайлығыңды арттырады. Оныншы, шынайы білімді адам орнымен сөйлейді, ізеттілігі де артады. Байлығы мол адам оған масаттанып мақтанады, астамшылық көрсетеді, сондықтан білім артық деген екен. Оқушылар, мен Әзірет Әлінің жауабымен толықтай келісемін. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі таңда білім артық па, байлық артық па? Әрі қарай сабағымызды тәжірибелік тапсырмамен жалғастыра отырайық. Оқушылар, ғылым жайлы афоризмдерді оқи отырып, тыныс белгісін қоюды ұсынамын. Ғылым үйренем деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері, тілек мақсаты, ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болу шарт. Өз білімін, өмірдің, өндірістің тәжірибелерімен нығайтып, байытып отыратын тапқан ілімін, үлкенді кішілі ашқан жаңалығын, халықтың қажетіне беріп отыратын ғылым ғана өз дәрежесінде заман талабының өрісінде болады. Қандай ғылым болса да, ол адам санасына дербес ерекше мәндерді ұғыну арқылы ұялайды. Дұрыс ақпаратты білу үшін өзімізді тексеріп көрейік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.